Мұхтар Ғалиұлы Арыновпен 1987 жылдан бері таныспын. Сол жылы мен ол кездегі пединститутқа келіп, қазақ тілі мен әдебиет деген мамандық жоқ, онда психология кафедрасына оқытушы болып орналастым. Содан 1989 жылы Арыновтың бастауымен біздің оқу ордамызда қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы ашылды. Сол мен шақырып алып, осы мамандықтың сен тұңғыш оқытушысы боласың деп, сол факультетке декандық қызметке тағайындаған еді. Содан бері қоян-қолтық бірге жұмыс жасадық. Bir күн айтты, іс-сапарға шығайық, мен ауылдың ақсақалдарымен сөйлесейін, ұлттық рух туралы. Сен абитуриенттермен сөйлесіп, болашақ студенттерді іріктеп таңдап ал деп. Сөйтіп біздің бірінші жинаған наборымыз, былайынша айтқанда, өте мықты болып шықты. Таңдап іріктеп алдық. Мұхтар Ғалиұлы біртуар азамат. Оның азаматтығы көптеген істерінен байқалады. Адам қоғамдық сана бойынша өмірге келгеннен кейін артында із қалдыру керек. Арыновтың ізі біздің Ақтөбе өңірінде сайрап жатыр. Ол кісі мына Ақтөбенің рухани өміріне үлкен елеулі өзгеріс енгізген адам. Кеңес өкіметі кезінде рухани құндылықтарды айтудың өзі қиын шаруа еді. Оған да бір батылдық керек еді. Ол сондай батылдыққа барды. Мына Ақтөбедегі Тамай Есет Батырдың 325 жылдығын, Есет Көтібаровтың кесенесін тұрғызуы, Әйтеке бидің ауданына ат беруі, ескерткішін салуы, Әбубәкір Кердері, Нұрпейіс Байғанин, тағы басқа осындай арқалы ақындардың еңбектерін жарыққа шығару, Шернияздың еңбегін жарыққа шығару, Шығанақ Берсиев сияқты еңбек адамын ұлықтау, оның еңбектерін халыққа таныстыру, міне осы сияқты көптеген рухани істердің басқасында Мұхаң болды. Мұхаңның ең үлкен атқарған жұмысының біреуі рухани салада. Бұл Абайды Ақтөбе өңіріне алып келу, Абайды елмен таныстыру еді. Сол Мұхаң біздің институтта алғаш рет, тұңғыш рет абайтану кабинетін ашты. Көп ойланды, бұны кабинет дейміз ба, музей дейміз ба, сөйтіп музей кабинет деп атады. Содан бері дамыған абайтану осыдан 2 жыл бұрын біздің енді университетте абайтану ғылыми зерттеу орталығы болып құрылды. Қазір осы орталық жақсы жұмыс жасап отыр. Биыл Абайдың 175 жылдығына байланысты орталықтың атқарып отырған жұмыстары көп. Былтырғы жылы біз университеттің ректоры Бауыржан Амангелдіұлының бастауымен, соның жобасымен Жұбановтан Абайға атты ғылыми танымдық экспедицияға барып қайттық. Абайдың еліне барып, ол жерде бейнетаспаға түсіріп, табиғатымен, елімен, халқымен танысып, жүздесіп, Абай жүрген жерлерді көріп, Абай істеген заттарды көріп, оралдық елге. Енді осы алдағы болатын конференцияда сол бейнефильмді көрсетуді ойға алып отырмыз. Мұхаң бастаған осы абайтану ісі өстіп жалғасып жатыр. Жақында ғана республикалық инста байқау жарияладық, оның қорытындысын шығардық. Қазір осы біздің университеттің ішіндегі абайтану ғылыми зерттеу орталығын халық осылайша танып отыр, ел болып. Сондықтан Мұхаңды айтқанда көпке кетуге болады. Ең біріншіден ол тек қана институттың жұмысын емес, институтты басқару жұмысын емес, осы біздің қаланың, облыстың рухани өміріне із салды. Ол өз айтатын еді, ертең халық Арынов студенттерді жақсы оқытты, оқу жоспарын жақсы құрды, сөйтіп үлгерімді жақсартты деп айтпайды. Халық айтады, Арынов ана Тамай Есетті,
ұлықтады, Шағанақтай еңбек адамының бейнесін жасады, Нұрпейіс Байғанин, Кердер Әбубәкірлерді қайта жаңғыртып халықпен қауыштырды деп айтады дейтін еді. Сол айтқаны келді, мына ел жұрт арыныпты, әлі күнге дейін осы біздің Ақтөбе өңірінің рухани әлеуетін көтерген тұлға ретінде құрметтеп сыйлайды. Сондықтан да Мұқаңның атында Ақтөбеде көше бар, Мұқаңның атында мектеп бар, Желәңкіде. Мұқаңның ілімін, бес анық деген еңбегін мектептің оқушылары, жоғары оқу орнының студенттері бәрі де сол пайдаланады, оқу тәрбиесінде пайдаланылады. Сондықтан да Мұқаңның аты Ақтөбеде өшпейді деп білеміз.